Сондықтан осы аққан жұлдыз туралы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сахабалармен отырған кезінде Тирмизиде жеткен риуаятта баяндалады. Ибн Аббастан радиаллаху анху сол кісі айтады, біз пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қасында бір отырған едік. Түнгі уақыт еді. Bir кезде bir жұлдыз ақты дейді. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам "Маза кунтум тақулуна фи мисли хаза иза раайтум фил жахилия". Бұрын исламға дейінгі күндеріңде, қараңыздар, осындай нәрсені көрген кездеріңде жұлдыздың аққанын не деп айтушы едіңдер дейді. Нәрсе бір нәрсеге көңіл бөліңіздер. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сол сөйтіп айта беретін адамдардың, айта берушілердің бірі болмаған. Қараңыздар, сендер не деп айтушы едіңдер дейді. Пайғамбарымыз сол кезде ойынан сөйлемеген адам екен. Бұны естеріңізде сақтап отырыңыздар, қазір Алла тағала келесі аяттарда баяндайды. Ешқашан өзінің көңіл еркінен сөйлемеген, ойынан, ойлаған нәрсесін сөйлей салмаған ешқашан. Қараңыздар, қандай мәселе. Соқтан айтып жатыр, исламнан бұрын не деп айтушы едіңдер сендер? Осындай көріністі көрген кездеріңде дегенде олар айтады. Мата азимун ау юладу азимун. Бір ұлы кісі өлді деп айтатынбыз дейді. Не бір ұлы тұлға туды деп айтатынбыз дейді. Лайса казалик дейді. Пайғамбарымыз әсте олай емес дейді. Қараңыздар қандай. Бізде де бар сондай нәрселер. Сондай-ақ бізде қазір мәдени түрде дамып, ғашықтардың несіне кіріп, загадай желание деген нәрсе пайда болды бізде. Ол мүлде сенің желанияға қатысы жоқ оның. Оны Алла тағала айтып тұр ғой. Ол жаңағы ақпаратты ұрлауға келген жынды қуып барып өртеп жіберген жұлдыз, ұшқын. Аллах тағала бір бұйрықты шығарған кезде, періштелерге, уахиге, жауапты періштелерге уахи еткен кезде бұйрығын. 6-шы аспанның періштелері 7-ші аспандағы періштелерден сұрайды дейді. Қандай ақпарат деп. Сөйтіп жаңа бұйрық айқындалады екен оларға. Мысалы жерде осындай нәрсе болады деген. Жаңағы бұйрық айқындалған кезде одан 5-ші аспан алады. Түсіндіңіз ба? Жаңа пайғамбарымыз хадисінде осылай айтылып жатыр. Содан 5-тен 4-ші аспанға түседі. 4-ші аспанның періштелеріне ақпарат толық тарайды. 3-ші аспаннан 2-ші аспанға, сосын осы аспанға ақпарат түседі. Сол ақпаратты періштелер сөйлеп тұрған кезде Алла тағаланың даналығы қамтыған нәрсе бұл. Жаңағы ақпаратты естіп ұрлайды дейді. Қараңыздар. Илля мен истарақа самға. Ал енді кімде-кім жаңағы жындардан жаңағы ақпаратты естіп ұрлаған кезінде фаатбағаху. Қараңыздар. Шихабун сәқип дейді. Жап-жарық ұшқын жұлдыз артынан қуалайды деген. Бірден көздеген бетте. Сол кезде бұлар жаңа біріншісі үстінде тұрған, өзін құрбандыққа жіберетін жын екен. Бірақ астындағы үлгереді айтып. Осының бәрін олар өзін құрбан қылып жатыр, жаңағы көріпкелдің аузына барып салып, халықты адастырып жіберуші. Сонымен екі жағдай болады дейді сахабалар. Жеткізіп, астындағы жынға жеткізіп үлгермей жатып күйіп кететін. Жеткізгеннен кейін барып күйдіріп жібереді. Сонымен жаңа астындағы олар ақпаратты кеп, ең соңғысы кеп көріпкелдің аузына көкейіне сап жібереді. Соны салған кезде сол шындықтың айналасына 100 өтірікті қосып жібереді дейді. Жаңа жын. Сол кезде анаған уахи келгендей болып, ол сөйлей бастайды екен. Көрдіңіздер қандай мәселе. Сөйтіп жаңағы бір ақпарат шындық болғаннан кейін көріп келген адамдар сене бастайды. Рас айтты ғой деп. Көрдіңіз ба? Рас айтты ғой дегендей мәселе. Бірақ бұның барлығын Алла тағала жаңа айтып жатыр, шайтандар кеп салып жатыр дейді оларға. Илқуна самға, оларға естіген ақпаратты салып жібереді де, ваксарухум казибун. Басым көпшілігі тек өтірікті сөйлейді дейді. Жаңағы бір ақпарат үшін көріпкелге салатын бүкіл өтірігінің несін көтеру үшін жаңа бір шындық тұрлап әкеу керек та оларға. Қараңыздар қандай мәселе. Сөйтіп көріпкелдің пиарын көтереді.